Гризманн Атлетикоға толықтай ауысады. Суарестің жаңа командасы. Пеп Гвардиола Холландтың Реалға ауысуы жайлы сұхбат берді. Және Ливерпульдің қысқы трансферлерге дайындығы. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы бүгін айтатын боламыз. Достар, YouTube видеоны басқа да адамдарға ұсыну үшін лайк өте маңызды. Сондықтан егер видео ұнаса лайк немесе дизлайк басып кетуіңізді сұраймын. Бәріңізге алдын ала рахмет. Ал біз көп созбайық, бастаймыз. Антуан Гризманн Барселонадан Атлетикоға ауысуға жақын. Екі клуб жақын арада француздың ауысымы жайлы 20 миллион евроны құрайтын келісімшартқа қол қояды. Марка басылымының хабарлауынша, екі тарап келісімшартта көрсетілген 40 миллион евроны құрайтын сатып алу мүмкіндігінен бас тартты. Енді Атлетикоға ойыншыны алаңға 60 минуттан кейін шығарудың керегі жоқ. Гризманның өзі жалақысын 30%-ға қысқартып, Атлетикомен жаңа келісімшартқа қол қояды. Мас Атлетико басылымының хабарлауынша, француздың жаңа келісімшарты 7 миллион евро жалақымен 4 жылға жарамды болады. Кеше айтқанымыздай, Эмюден Ван де Бек кетуі мүмкін. Күн сайын бұл ойыншының ауысымы жайлы көп ақпарат шығып жатыр. Эвертоннан келген соң голландиялық Тен Хагтың қол астында жақсы ойнаймын деп үміттенген. Бірақ қазір алаңға шығып жүрген жоқ. Ойыншыға Интер мен Лестер қызығып отыр. Интер жайлы әлі толық ақпарат жоқ. Ал Лестер ойыншыны алдағы қыста сатып алуға дайын. Түркілер Ван де Бекті Юрий Тилеманстың орнына алғысы келеді. Барселона сол қапталда ойнайтын қорғаушы іздеуде. Гол басылымының хабарлауынша, каталондықтар туриндік ойыншы Вилдре Сингоға қызығып отыр. Трансфер маркет порталы 21 жастағы ойыншыны 15 миллион евроға бағалап отыр. Сингоның Туриномен 2023 жылға дейін жарамды келісімшарты бар. Барселонаның бұрынғы ойыншысы Луис Суарестің жаңа клубы белгілі болды. Уругвайлық қазір өз елінде Национал клубында өнер көрсетуде. Бірақ ойыншының клубпен келісімшарты алдағы қыста аяқталады. Суарес әлем чемпионатынан кейін басқа клубқа ауысады. Ойыншының өзінің айтуынша MLS-те ойнауға қарсы емес. Mundo Deportivo басылымының хабарлауынша, Суарес Лос-Анджелес Галакси клубына ауысамын деп шешім қабылдап қойды. Юлиан Лопатеги Севилья бас бапкер қызметінен босатылды. 56 жастағы маманды орнынан босату туралы шешімді команда басшылығы Боруссиядан жеңілістен кейін қабылдады. Севилья қазір Испания чемпионатында 17-ші орынға жайғасты. Осы маусым басталғаннан бері команда Лопатегидің басқаруымен 7 ойынның тек біреуінде жеңіске жеткен. Лопатеги Севильяны 2019 жылдан бері басқарып келеді. Команда өткен маусымда Ла Лиганы 4-ші болып аяқтады. Пеп Гвардиола Холландтың келісімшартында 2 жылдан кейін Реал Мадридке ауысуға болады деген бөлімді жоққа шығарды. Холландтың келісімшартында Реалға ауысуға болады деген ешқандай бөлім жоқ. Менің ойымша, Холланд Манчестер Ситиде өте бақытты. Осы нүктесі, деді Пеп Гвардиола. Inside Football басылымының хабарлауынша, Ливерпуль алдағы қыста құрамын күшейту үшін қыруар қаржы жұмсайды. Ливерпуль иелері Юрген Клопқа кез келген ойыншыны алып беруге дайын. Кейбір болжамдарға сүйенсек, Ливерпульдің алдағы қысқы трансферге бюджеті 630 миллион евроны құрауы мүмкін. Бұл ақшамен бірге Юрген Клопқа трансферде толықтай еркіндік беріледі. Неміс маманының алдағы қысқа басты мақсаты Джуд Беллингем болмақ. Достар, осымен бүгінгі жаңалықтар соңына жетті. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.